Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Флотациялық реагенттер және олардың қолданылуы пәні. Біз бірінші дәрісті жалғастырамыз. Бірінші дәрістің тақырыбы флотация реагенттердің тағайындауы және олардың классификациясы. Авторлары техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Базыловна, аға оқытушы Амирхан Алма Амирхановна. Біз сіздермен алдыңғы сабақта айтып кеткеніміздей, сілтілердің, қышқылдардың, әлсіз қышқыл тұздардың әсерімен сұйық фазада екінші типті реакциялар өтеді дедік. Яғни H+ катионы және OH- анионы иондарының концентрациясын өзгертіп, қышқылдар мен сілтілер пульпаның сұйық фазасына жоғарғы дәрежеде әсерін тигізеді. Сұйық фазаның күрделі ион молекулалық құрамы мен модификаторларының басқа типті реакциялары бұл қиын еритін қосылыстар пайда болуымен байланысты қосылу немесе алмасу реакциялары жүргізіледі. Негізгі ионды ковалентті немесе координациялық байланыстарының біреуі қосылу реакциясы өткенде пайда болады. Барлық осы реакциялардың маңызды болып есептелінетін әрекеттесетін элементтердің жақындауына әсерін тигізетін диффузия, адсорбция, химиялық байланыстардың пайда болуы және дисорбция болып табылады. Осы сұйық фазада мицелланың пайда болуына қиын еритін жинағыштар және олардың реакциясының қиын еритін өнімдері ортаның сутек көрсеткіші реагент ретінде қолданылатын беттік активті заттар әсер етеді. Ерімейтін қосылыстар пайда болу үрдісімен салыстырғанда еритін және тұрақты комплексті қосылыстардың пайда болуы аз кездессе де флотациялық жүйелерге маңызды. Иондардың әрекеттесу үрдісі қос электрикалық қабатының, ионның және атомның электрондық қабат құрылысының, потенциал шамасының және жүйенің басқа электрикалық сипаттамасының өзгеруімен өтеді. Реттеуші реагенттерді пульпаға енгізгеннен кейін сұйық фазада барлық осы үрдістер екі эффект пайда болуына келтіреді. Оның біріншісі, сулы ортаның ион молекулалық коллоидты құрамы маңызды түрде өзгереді. Екінші, кристаллизация, мицелла, комплексті қосылыстар және электрикалық құбылыстар пайда болуымен байланысты сұйық фазаның физика-химиялық және физикалық қасиеттері өзгереді. Флотореагенттер. Әрекет принципімен ерекшеленетін флотореагенттердің бірнеше түрі бар. Жинаушылар, ол көбікке аударылуы керек, ол минералдың бетінде селективті сорбцияланатын және бөлшектерге гидрофобты қасиеттер беретін реагенттер. Жинаушылар ретінде молекулалары дифильді құрылымға ие заттар қолданылады. Бөлшектердің бетіне бекітілген гидрофильді полярлық топ және гидрофобты көмірсутектер радикалы. Реттегіштер минералдардың бетінде селективті сорбция нәтижесінде соңғысы гидрофильді және флотацияға қабілетсіз болатын реагенттер. Көбік түзгіштердің шығыны 1 тонна кенге ондаған граммды құрайды. Активаторлар. Активатор реагенттері бұл минералдардың бетіне жинауыштардың бекітілуіне қолайлы жағдай жасайтын реагенттер. Депрессорлық реагенттер бұл минералдардың жинаушылардың гидрофобизациясын болдырмау үшін қолданылатын реагенттер. Олар жақын флотациялық қасиеттері бар минералдарды бөлу кезінде флотацияның селективтілігін арттыруға арналған. Осы жаңағы флотореагенттердің түрлерімен таныстық. Енді қысқаша біз сіздермен флотациялық машиналарға тоқталып кетейік. Қандай флотациялық машиналардың түрлері бар, жалпылама тоқталамыз. Алдағы уақытта біз сіздермен әлі оны тереңірек қарастыратын боламыз. Қазір біз сіздермен жалпылама тоқталып өтеміз. Осы флотореагенттердің барлығы қандай флотация машиналарда қолданылады екен. Флотациялық машина ағылшын тілінен flotation machines деп айтылады. Суспензияға енгізілген
газ көпіршіктеріне, май тамшыларына және тағы да басқа жабысу қабілеті бойынша сұйықтықта ілінген салыстырмалы түрде ұсақ бөлшектерді бөлуге арналған ыдыс деп айтылады. Флотациялық машиналардың жұмыс құралдары ол целлюлозаны беруге арналған элеватор, камера, импеллерлер, құйрық шығатын құбыр, концентратты ағызуға арналған құбыр болып бөлінеді. Міне, алдарыңызда флотациялық машинаның түрлері көрсетіліп тұр, балалар. Флотациялық машиналардың жұмыс істеу принциптері пульпаның аэрациясына байланысты болып келеді. Механикалық флотациялық машиналар бар. Қазір келесі механикалық флотациялық машиналар пульпаның араластыру, ауаны тарату және дисперсиялауды импеллерлермен жүзеге асырады. Центробежкалық күш әсерінен су көпіршіктері пайда болады. Олар қоршаған ортадан ауаны тартады. Осылайша ауа жеке көпіршікті бөліп қоспаға түседі. Ауа пневмомеханикалық флотациялық машиналарда импеллер блокының құбыршақтары арқылы ауа ағынынан беріледі. Дисперсиялану және араластыру процесі импеллердің қатысуымен жүзеге асырылады. Міне, балалар, біз сіздермен қысқа да нұсқа флотациялық машиналардың түрлерімен танысып өттік және механикалық флотациялық машиналардың жұмыс істеу принципімен қысқаша айтылды. Енді біз сіздермен келесі сабақта осы фазалардың бет аралығындағы реагенттердің адсорбциясы қандай формуламен анықталады, қалай оның адсорбциясы дегеніміз не, адсорбциясы неше түрге бөлінеді, сол бойынша келесі сабақта танысатын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.